Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін мен сіздерге Рокетай платформасының тиімді пайдалану жолдарын ұсынатын боламын. Ең алдымен өздерімізге ыңғайлы Google Диск немесе Яндекс платформасын таңдап, Рокетай деп ағылшын тілінде жазып аламыз. Рокетай платформасын таңдап, сайтқа өтеміз. Бізге бірден басты бетті көрсететін болады. Бұл платформа негізі көп тілде, қазақ тілінде де бар. Бірінші кіру батырмасын баспас бұрын тіркеліп алуымыз қажет. Тіркелу үшін өзіміздің электрондық пошта арқылы тіркеліп аламыз да. Бұл платформа негізінде ақылы, тегін қолдану мүмкіндігін пайдалануға болады. Рокетай платформасы мұғалімдердің таптырмас көмекшісі деп білемін. Себебі бұл жерде сабақтың құрылымдары, яғни сабақ барысында ойынды ұйымдастыруға болады. КМЖ, слайд, тест генераторлар, жұмыс парағы, жиынтық бағалауларын тиімді көмектесе алады. Қысқаша айтқанда, мұғалімнің таптырмас тиімді көмекшісі деп білемін. Одан бөлек тәрбие құралдары бар. Тәрбие құралдарында сынып сағатының ерекше құрастырып бере алады. Және де сыныптан тыс ата-аналармен қарым-қатынас жасау аралығында жиі көмегімен жиі көмегімен құрастырып береді. Іс-шаралар жоспарлап бере алады. Және де кәсіптік бағалау, оқушылардың сипаттамасын, және де әкімшілік құралдарында мұғалімдердің нормативті құжаттарымен танысуға болады. Және де мұғалімдердің білім парағын көруге болады екен. Сіздерге ең бірінші сабақ барысында қалай қолданатынын көрсететін боламын. Мысалы, маған бүгін 3-ші сынып қазақ тілінен сын есімі тақырыбында өтеміз. Маған осы тақырыпта оқушылардың қаншалықты тақырыпты меңгергенін анықтау үшін бір қызықты ойын керек. Тақырыпты қорытындылау үшін ойын генераторына өтемін. Пәнді таңдаймын. Қазақ тілі. Тақырыбы сын есім. Сабақ мақсаты. Алдын ала көшіріп дайындап қойған сабақ мақсатымды қоямын. Және сыныпты таңдаймыз. 3-ші сынып. Ойын түрлері. Бұл жерде көптеген ойын түрлері бар. Анаграмма, сәйкестендіру, сөз жұмбақ, жарыс, әуе шары, сөз тапқыш деген әртүрлі ойындардың біреуін таңдаймыз. Маған сәйкестендіру ойынын таңдадым. Бұл жерде 10 сұрақтан тұрады. Жіберу батырмасын басып, сәл күтетін боламыз. Бізге дайын түрде ойын шартын көрсететін болады. Және де автоматты түрде балаларға ойната беруімізге болады. Міне, көріп тұрғандай алдарыңызда сын есім тақырыбында сәйкестендіру ойыны ашылды. Оны жүктеп алуға да болады. Жүктеу батырмасын басып, немесе бірден ашып оқушыларға ойнатуымызға болады. Оқушылар өздеріне бір-бірден шығарып оқушыларды сәйкестендіріп, ойынымызды жалғастыруымызға болады. Және де бұдан басқа дәл осы сабаққа байланысты КМЖ дайындап бере алады. Дәл осындай қазақ тілін таңдаймыз.
қазақ тілі сын есім және оқу мақсаты сыныпты таңдаймыз. Жіберу батырмасын басып, бізге қымыжысын қазір жасап дайындап береді. Сәл күтетін боламыз. Бірден оны жүктеп алуымызға да болады. Осы интеллектуалды ай құралды пайдалана отырып, жақсы құрылған және кешенді сабақты жоспарлау бірнеше минут ішінде әзірленеді. Ол мақсаттың ішінде және бағалау ұйымдастыру көмектеседі. Бұл біртұтас, міне балалар, сын есім туралы қымыжымыз дайын болды. Жүктеп алуымызға болады. Ресурс сілтемелері бар екен. Және де тағы да басқа да құралдарды пайдалануға болады. Мысалы, бұл жерде слайдтарды көрейік. Дәл осы пән бойынша құрастырып көрейік. Сынуын таңдаймыз. Ойын түрінде қосуға болады. Бұл жерде сөз жұмбақ деп таңдасақ, тақырып, қайталау тақырыбы сөз таптары, Осы айкөме жұмысы арқылы слайд генераторлармен сабақтың мазмұнын тарқатады, презентацияларға айналдырамыз. Ол көрнекті және ақпаратты дейді. Сәл күтетін боламыз. Ары қарай слайд дәл осы тақырыпта басқа да түрлі құралдарды пайдалануға болады. Міне бізге слайд жасалынды. Бұны жүктеп алып, жұмыс үстелінен қарайтын боламыз. Және де өзімізге керекті слайдтарды жасап алуға болады. Және де тест генераторларын, жұмыс парағын, жиынтық бағалауларын жасап алу, құрастырып алуымызға өте ыңғайлы. Құрметті ұстаздар, егер осы платформа сіздерге ұнап жатса, пайдалануларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.